Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен тары чизкейктің рецептімен бөлісетін боламын. Испанский чизкейк сияқты бұл қазақша тары чизкейкі деп аталады. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Видеоны жай ғана көріп кетпей, лайк басып, комментарий жазып, каналға жазылуды ұмытпаймыз. Көріп тұрғандарыңыздай өте жұмсақ, өте керемет болып шығады. Жасалу жолы да өте оңай. Тары чизкейкті жасау үшін ең алдымен 140 грамм ерітілген сары майымызға 2 ас қасық құмшекерімізді салып, жақсылап араластырамыз. Қантымыз еріп тұру керек. Елу грамм тарының үстіне қайнап тұрған жарты стакан ыстық сүтті құйып, тарымызды бұқтырып қоямыз. 250 грамм талқан немесе печенье қолдансаңыздар болады. Мен печеньені қолдандым. Осылай блендермен ұсақтап алдым. Үстіне сары майымызды құйып, жақсылап араластырамыз. Талқанмен істесеңіз де, осындай печеньені үгітіп істесеңіздер де бола береді. Сіздерге қайсы ыңғайлы, солай жасай беріңіздер. Ал енді чизкейктің салмасын дайындаймыз. Ол үшін бізге 500 грамм творожный сыр керек. Үстіне 120 грамм құмшекерімізді салып, қасықтың көмегімен осылай езіп шығамыз. Миксермен араластырудың керек жоқ, осылай қасықтың көмегімен араластыра берсеңіздер болады. 2 жұмыртқаны салып, тағы да араластырамыз. Жүз 150 грамм сливкімізді құйып, тағы да жақсылап араластырамыз. Ал енді салмасына керекті барлық заттарды жақсылап араластырып болғаннан кейін тарының сүтін сүзіп аламыз. Мен негізі сүзбей құя салдым. Сіздерге айтар кеңесім, тарыдағы артық су немесе сүтті сүзгіден өткізіп барып салыңыздар. Ал енді чизкейктің қамырын жасаймыз. Бізге 20 дециметрлі форма керек. Ең алдымен осылай формаға жан-жағын жақсылап қолдың көмегімен жабыстырып шығамыз. Бір келкі тегіс етіп жайып шығыңыздар. Дайын болған қамырымыздың үстіне начинкасын саламыз. Алдын ала қыздырылған 100 градустағы печкада 1,5 сағат пісіреміз. Пісіру уақыты ұзақтау болады. Піскеннен кейін әбден салқындатып, 2-3 сағат холодильникке қойып, одан кейін барып ұсына берсеңіздер болады. Егер де менің видео рецептерім ұнаса, каналға жазылып, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаймыз. Көріп тұрғандарыңыздай өте керемет болып шықты. Үйде жасап көріңіздер, жақындарыңызды тәттімен қуантыңыздар.